Жұмсақ тауық етімен макарон және өте пайдалы салат дайындаймыз. Керек заттарды астына жазып қалдырып кетемін. Ең алдымен қайнап тұрған суға күркума мен тұзды салып араластырып, үстіне макарон салып пісіріп аламыз. Пісіріп алған ыстықтай макаронды сүзіп, үстіне бір тілім сары май салып осылай араластырамыз. Әрі қарай тауық етіне кірісеміз. Тауықтың етіне базилик, бұрыш, тұз салып, сұйық май құйып, бір келкі етіп араластырамыз. Әбден араластырып болған соң бірден қызып тұрған табаға салып қуырамыз. Сәл орташадан жоғары отта қуырасыз, тым қатты отта қуырмайсыз. Дәл осылай қуырылып болған соң үстіне чеснокты салып, үгітіп, я болмаса күштен өткізіп, салып чеснокпен бірге қуырамыз. Дәл осылай қуырылып болған соң макарон қайнатқан суымызды төкпей, сол судан 5-6 қасық алып, осылай құйып араластырып, қақпағын жауып, баяу отта шамамен 10 минуттай бұқтырасыз. Бұқтырылып болған соң сливкимізді құямыз. Өте жирный болған дұрыс. Сливкиді құйып, араластырып, артынша өзіміздің сырымызды саламыз. Сырды салып, араластырып, кішкене 1 минутқа жетер-жетпес қақпағын жауып қойып, сосын астын өшіріп қоясыз. Осымен дайын. Енді салатқа кірісеміз. Салат үшін салат жапырақтарын турап саламыз. Артынан қызанақты турап саламыз. Содан соң үккіштен өткізіп, сәбізді саламыз. Бәрін салып болған соң 4-тен 1 бөлік лимонды сығасыз, және сұйық май, тұз кішкене саласыз. Бәрін бірге араластырамыз. Сонымен біздің салатымыз дайын. Енді бәрін кезек-кезегімен салып шығамыз. Дәл видеодағыдай салып ұсынсаңыз болады. Макарон мен тауық етін ғана салып, салатты бөлек ұсынсаңыз да болады. Ерекше асқазанға ауыр емес, жеңіл, оңай жасалатын пайдалы тағам болды. Жасап көріңіздер, сіздерге ас болсын. Егер рецепт сізге пайдалы болса, лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Менің каналыма тіркеліп, тағы да жаңа рецепт күтіңіз.